Сәлем достар, бүгін біз көпшілігіміз байқамай жүрген, бірақ өмірімізге үлкен әсер ететін бір дағдымыз туралы сөйлесеміз. Бұл ұйқыға дейін телефон шұқылау. Соңғы кезде ұйықтап жатудың қиындағанын байқадың ба? Таңертең тұрғанда денен шаршап тұрады ма? Себебі күнде кешке қарай көзіне түсіп тұрған көгілдір жарық болуы әбден мүмкін. Телефон, планшет, теледидар сияқты құрылғылардан бөлінетін көгілдір жарық миымызды алдайды. Ол күн әлі батпаған деп ойлайды. Соның салдарынан ұйқы гормоны мелатонин кешігіп бөлінеді. Ал мелатонин біздің терең ұйқыға енуімізге жауапты басты гормон. Яғни, телефонмен ұзақ отырсаң, денен демалуға дайын болмай қалады. Ал ұйқы үстірт болады, ми толық тынықпайды. Соның кесірінен келесі күні күйзеліс, ашушаңдық, шаршау, назардың шашырауы сияқты мәселелер пайда болады. Енді не істейміз? Кешкі уақытта, әсіресе ұйқыға 1 сағат қалғанда экранды өшіруге тырысыңыз. Одан да жылы душ қабылдап, кітап оқып, тыныс алу жаттығуларын жасаңыз. Миды ұйықтауға болады деп дайындаған абзал. Тағы бір кеңес, телефонда көгілдір жарықты азайту режимі бар. Оны кешке автоматты түрде қосуға болады. Ол түнгі режим немесе night shift деп аталады. 1 апта осындай қарапайым әдетті байқап көр. Нәтижесі сені таңғалдырады. Тез ұйықтайсың, ұйқың терең болады, ал таңертең шын мәнінде сергек оянасыз. Демек, ұйқысыздық пен созылмалы шаршаудың бір себебі қолымыздан түспейтін құрылғылар болуы мүмкін. Егер бұл видео пайдалы болса, арнаға жазылып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Ал сен кешкі уақытта телефон ұстайсың ба? Пікірге өз ойыңды жазып қалдыр. Келесі кездескенше достар.